Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін 1 қазан халықаралық қарттар мерекесі қарсаңында Жаңаарқа ауданының тұрғыны, мәдениет саласының үздігі Мамашева Мәдениет апайдың үйіне сұхбат алуға келіп отырмыз. Мәдениет апа, қалыңыз қалай, денсаулығыңыз қалай? Аллаға шүкір, Аллаға шүкір. Өзіңіз жайлы таныстыра өтсеңіз. 2 класстан бастап, бітіргеннен бастап колхозда жұмыс істедім, көпіне сазық, мая сазық істемеген жұмысым жоқ. Одан кейін совхоз болған уақытта мен даяшы болдым. Одан Павловистанда повар істедім. Сол поварлықтан 30 жыл істеп, бірақ жерде істеп, ынталы деген отделениесінде пенсияға шықтым. Ауданға 4 рет депутат болдым, облысқа 1 рет депутат болдым. Пленум мүшелері болдым. Жұмысты бір жерде тұрып істегеннің арқасында тәрбиелі тәртіпті болғандықтан. Конкурсқа концерт бердік. Өне бойы неге қатыстым, концертке қатыстым, конкурсқа. Өлең айтатым, ән айтатым, мен әнші болдым конкурста. Апа, енді өзіңіздің отбасыңыз жайлы айта өтсеңіз, жолдасыңыз кім болып істеді, неше балаңыз бар, немерелеріңіз жайлы? Жолдасым 34 жасында қайтыс болды. Бір баладан қалдым. 18 жасында тұрмысқа шықтым. Ұлым 8 класс оқығанда жолдасым қайтыс болды. Ұлымнан Аллаға шүкір деп айтайын, ұлымды әйел алып, келіншек алып беріп, 4 балапаным бар. Бәрі де қызметкер, бәрі де жұмыс істейді. Ал енді өзім содан пенсияға шықтым содан кейін. Ал апа, бүгін бізге арнап уақытыңызды бөлгеніңізге сізге көптен көп алғысымызды білдіреміз. Келіп қалған мерекеңізбен құттықтаймыз. Сізге ең басты деніңізге саулық, отбасыңызға амандылық тілейміз. Мына шағын сый-сияпатты бізден қабыл алыңыз. Рахмет. Жастар, сендер аман болыңдар. Қай уақытта жұмыстарың өрге бассын, сендерлерінде бақытты болыңдар. Өздерің аман болыңдар, сау болыңдар, бала шағаларының қызығын көріңдер, әрқашанда ешқандай уайым қайғысыз өмір сүріңдер.